Әйел адамдар өміріңізде қандай рөл атқарды? Негізінде мен енді әке сескемді көбісі біледі ғой. Көбінесе әкенің мен жоқтығына особо қатты енді сырттай білінген жоқ маған особо қатты. Тек анамның жылаған кезінде мен қынжылатынмын. Әке, сен неге қасында емессің деп. Бірақ неге маған әкемнің жоқ екені вообще білінбеді өмірде. Өйткені анам барлық жағдай істеді. Біз барынша еркін болып өстік. Бізге ешқандай шектеу қойған жоқ. Қазіргі біздің мысалға маркетингтағы немесе кәсіптегі жақсы идеялар келуде бізге сол кездегі анамның бізге ешқандай шектеу қоймауынан. Мен естіп білгенше ол кісі бізді жетектеумен өсті. Бірақ ол кісі бала кезден бастап бізде сауда жасауға қабілеттің болуын, ең бастысы жаңа айтқан еркін, шектеусіз өмір сүрудің идеясын сіңірді. Мысалы, бала кезімде мен түнгі сағат 2-3 кейін ойнасам да айтпайтын үйге қайт деп. Мамай, мен бүгін музыка тыңдағым келіп тұр десең, бақыртып қойып музыка оқып қоясың. Бел есің үйде, шектеу жоқ. Ал сізге ертерек жұмысқа аралас, балам маған көмектес деген сияқты бір өтініштер болды ма? Онда ештеңе болған жоқ. Бізден анам ешқандай талап қойған емес өмірінде. Мүлдем талап қойған емес. Егер саған ұнай ма, істе, ұнамаса істемей ақ қой. Мүлдем талап қойған емес. Сол кезде мен түсіндім, что менің кәсіптегі жетістіктерім көбісіне анамның қосқан үлесі өте үлкен. Енді бастауыма себеп болған әртүрлі ситуациялар көп қой, бірақ анамның қосқан үлесі өте үлкен. Сондықтан тіпті әйелімде болсын, әйелімде қыз бала болғаннан кейін, әйелімнің менің кәсіп жасауыма ешқандай кедергі келтірмей, үнемі қолдап отыратында, ол да бір дәрежедегі оның саналы болуының және білімді болуының арқасында. Басында үйленетін кезде әйеліме де ескерткен, мен кәсіпкермін, мен көп уақытымды көп жұмыста болады деп. Осы жерде менің жолдасымның тарапынан да маған қолдау болғаннан кейін маған да жұмыс жасау оңай болды да. Яғни екі әйел адам, біреуі анам, біреуі жолдасым менің кәсіпте жетістікке жетуіме қалай да болса ықпал етті. Біліп болсын, білмей болсын да. Мен қазір былай ойлаймын, егер әйел адамдар өзін дамытса, тұлғалық болсын, қарым-қатынас жағынан болсын, онда ол сорлы болып тұрған еркек адамды хан қылуға болады да. Оны өте қатты көзім жетті, сөйткені мен бауырым үйленген болатын жақында. Бауырым үйленбей тұрып, ол тек қана жауапкершілікті маған артып жұмыс жасайтын. Туған ініңіз айтып отырсыз? Туған інім, иә. Кейін үйленгеннен кейін уже оның енді Аллаға шүкір жақсы келін алып, оның да жолдасын жақсы болуының арқасында ол ақырындап өмірге деген көзқарас өзгерді, жұмысына деген уже жауапкершілікті өзіне алғысы келді. Үйленгеннен кейін біраз уақыттан кейін ода өте қатты прогресс болды дамуында. Сосын мен ойладым, неге үйленбей тұрып болмады ол прогресс деп? Неге болмады деп? Оказывается, кішкене кейбір жерде әйел адамның еркек адамды прогрессқа немесе әрекетке итермелеуі сырт көзге білінбейді, бірақ болады екен всегда. Жалпы сіздің үйленуіңіз сіздің мансап жолыңыздағы бір ауыр кезеңге тап болды ғой. Тура үйленетін кезде қателеспесем. Банкротқа ұшырадыңыз. Үйленердің алдында. Үйленердің алдында бір оқиға болды ғой. Негізі үйленеміз деп уже уақытын бәрін белгілеп қойғанбыз. 4 айдан кейін уже мен оны алып келуім керек, ұзатып жаңағыдай бәрі келісіп. Сол 4 айдың ішінде мен 9 миллион теңгеге қарызға кірдім. Ең қызығы, мен әйелімді үйге алып келіп таныстырмай тұрып, мен жақсы жерге қачыраға көшіп аламын, сосын алып келемін деп ойладым. Өйткені біз тұратын жер ол кезде андай жер болатын, где-то 19 квадрат метр жер, диван жоқ, төсек жоқ, стол жоқ, стол бар, кішкентай ыдыс-аяқ қоятын, шифонер жоқ. То есть бір бұрышта көрпелер жиналып тұрады, бір бұрышта коробкада киімдер тұрады. Сондай болатын. Мен, бауырым, мамам үшеуміз тұрамыз. Ол кезде мен кәсіпті енді жасап жүрген кезім ғой, 6 ай болды ма екен, 5 ай болды ма екен, тапқан табысын оборотқа саласың, тағы бірдеңе жасайсың, немесе сыртқы нәрселерге қажеттіліктерге құртасың, әлі бойдақсың, қыдырасың деген сияқты. Үйді ауыстыру идеясы енді ғана сол кезде үйленетін болғаннан келіп жатқан да. Сол кезде банкрот болып жатырмын, үйді ауыстыра алмай қалдым бірінші. Қалың мал беру керек, тағы бірдеңесін істеу керек деген сияқты. Сол кезде не болса да енді бар шынымды айтайын деп әйеліме айттым, үйге таныстырамын, бірақ шошып кетпелі. Ол мені офистан көріп үйреніп қалған, постоянно жақсы жерден үйреніп қалған. Үйіме апардым, бірақ үйіме апарып жатқан кезде қатты уайымдадым, айнып қалатын екен деп, айнып қалам екен, не істейді екен деп. Еще ана күтіп қалатын, мамамдар қалай болады екен, олар қазір ыңғайсызданып бүйтіп бола ма екен деп. Бірақ жоқ, барып үйге апарғаннан кейін мамам да жақсы, ол кезде қызым ғой, қызым да жақсы.
екеуі тартыла сөйлесіп полда кәдімгі дастархан жайып төртеуміз отырып шай ішіп танысып шықтық. Шыққан кезде ойладым, қазір не айтады екен деп ше. Вообще на публику былай не айтып кетті ме екен деп. Шыққаннан жүрегім ауырып не істейді екен деп. Соны сұрадым, қалай деп. Нормально дейді. Наверное, көшпейтін сияқтымын десем. Мейлі тұра береміз ғой дейді. Сол кезде барып қара тері бұрқата қалды ғой, бұрқата қалды. И сөйтіп 9 миллион қарызбен жұбайымды сол 9 миллион қарызым бар мойнында өйтіп үйленіп, құдалықты өткізіп, әйтеуір дегенде жаңа квартираға ақша тауып, сол жаққа бардық. Егер сізге осы видео ұнаса және тағы да қосымша көптеген пайдалы ақпараттар алғыңыз келетін болса, төмендегі сілтемеге өтіп, менің Instagram парақшама тіркеліңіз. Және тіркелгеніңіз үшін мен сізге қосымша керемет 3 тегін кітапша сыйлаймын. Дәл қазір сілтемеге өтіп, парақшаға тіркел және жекеме кітапша алғым келеді деп жаз. Мен сені күтемін.